Шай беру дәстүрі. Қазақ халқының тұрмыс тіршілігінде көптеген той, тілеу, мереке мейрам, жақсылық жиындары болып жатады. Солардың ең бір шағыны шай беру салты болмақ. Шай беру дәстүрінің түрі көп. Үлкенді, кішілі шайларға құда шайы, қонақтарды шақыру шайы, шаш алу шайы, тілеу шайы, тулақ шашу шайы, бие байлағандағы бие байлау шайы, құрсақ шашу шайы, тұсау кесер шайы, тіл ашар шайы, сүндет шайы, қой қырқу шайы, мүшел жас шайы, сапарға шығар шайы, ерулік шайы, қи ойған, шөп шапқан шайы деген сияқты шайлардың түрі көп. Олардың мағынасы біреу. Бастысы жақсылық тілеу шайы деген мағынада болмақ. Келесі жағынан қазақтың көшпелі өмірі, тыныс тіршілігі, дәстүрлі шаруашылығы, жұмыстары ауыр да қиын. Мұндай жұмыстарды ауыл-аймақ болып бірлесіп атқарады. Дәстүрлі жұмыстар науқанды жұмыстар деп көріледі. Мұндайда халық бірлігін айқындайтын шайлар оларға жігер қосып, күш сыйлайды. Шайдың тағы бір қыры туыстардың береке бірлігі белгісі, қуанышына ортақ болуына, ортақтас екендігін білдіру болмақ. Шай беру қазақтың ертеден келе жатқан адамгершілігінің айғағы, іспеті, ғұрып болмақ.